Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тұмаудан сақтанудың тиімді жолдары, немесе тұмауратып қалсаңыз не істеу керек. Бұл тақырып қазіргі күнде өте актуалды деп санаймыз. Қыс түсіп, күн суыған бетте көпшілігіміз тұмаудың шырмауына түсіп, шырқымыз бұзылатыны бар. Кейбіріміз алғашқы белгілерін байқасақ та, нендей шара қолданарымызды білмейміз. Сонымен тұмаудан қалай тез айығуға болады, немесе оның алдын алу үшін не істеу керек? Біріншіден, неден қорғану керек? Тұмау вирустардан туындайтын өткір инфекциялық ауру. Адамдардан адамдарға жұғып, өте тез таралатын қаупі бар. Вирустар жыл сайын мутацияға ұшырап, жаңа эпидемиямен келеді. Оның алғашқы белгілері 1-2 күннің ішінде ақ байқалады. Аяқ астынан дене қызуы көтеріліп кетеді. Басыңыз қатты ауырады. Жарық сәуледен көз ауырады. Бұлшық еттер өздігінен ауырып, буындар сырқырай бастайды және де жөтел басталады. Бұл топтамалармен бірлесе кейде асқазан ішек жолдарының бұзылуы, кейде тұсының ауруы, дем алудың қиындауы, бас айналу секілді қосымша белгілері болуы да ықтимал. Тұмау өте қауіпті, асқынып кетуі әбден мүмкін. Ол әсіресе жас балаларды, аяғы ауыр әйелдері, қарияларды, созылмалы дерттері бар жандарды әуреге салады. Тұмауға қарсы нақты дәрі жоқ. Біздің қолымыздан келетіні организмді оған қарсы дайындау және жеңіл өте шығуына жағдай жасау. Тұмаудан қалай қорғану керек? Тұмауға шалдығу қас қағым сәтте орын алады. Эпидемия кезінде тек қана үйде отырып қорғана алмаймыз. Тіпті медициналық масканың да көмегі шамалы. Тұмаудан оқшауланудан бөлек екпе арқылы қорғануға мүмкіндік бар. Алайда екпені эпидемияға дейін 2-3 апта бұрын салдыру қажет. Себебі бұл уақыт ішінде организм қажетті иммунитет қалыптастырып үлгереді. Өкінішке қарай, екпенің өзі белгілі вирустардан ғана қорғай алады. Ал басқа жедел респираторлық вирустық инфекциялар ағзаңызға енуі ықтимал. Жай ғана жөтел, тамақтың ауруы тұмаумен салыстырғанда болмашы нәрселер. Қорғанудың тағы басқа түрі ретінде тұмау теген адаммен байланыста уақытша үзіп, организмді күшейту. Оған қоса, адамдар көп жүретін жерден аулақ болып, көп кісі жиналатын орындарға бармай, бір реттік маска киіп жүруіңіз де маңызды. Сонымен қатар, қолды сабындап жуып, бөлмені жиі желдету керек. Ағзаға күтім жасау салауатты өмір салтымен, дұрыс тамақтанумен де тікелей байланысты. Ал дәріханадан иммунитет күшейтетін дәрілерге қалтаңызды толтырып алғаннан кейін ешқандай пайда жоқ. Тұмау дәрумендерге оңай беріле қоймайды. Бұл айтқан қорғану шараларын соңғы 2 жыл ішінде халқымыздың әбден үйренгені рас. Егер де ауырып қалсаңыз, тұмауды қойдыру пойызды тоқтатумен тең. Егер екпеден кешіксеңіз, сіздің ауырмауыңызға кепілдік берілмейді. Әйтеуір бір күні тұмау сізге келіп жетсе, не істеу керек? Ең бастысы үйде болыңыз. Егер тұмау тисе, жұмысқа бармай, балаңызды мектепке апармай, дүкенге соқпай үйде отырыңыз. Үйде жатпасаңыз, өзіңізге де, өзгеге де аса үлкен зиян келтіресіз. Міндетті түрде дәрігер шақыртқан жөн. Ол вирусқа қарсы дәрілерді жазып береді. Егер де 3-4 күннен кейін де тұмауыңыздың беті қайтпаса, дәрігерді тағы да шақырыңыз. Ол аурудың асқыну себептерін анықтап, емдеудің басқа түріне көшіруі ықтимал. Не қабылдау керек? Тұмаудан өздігінен айығуға ешкім ақыл қоспайды. Ойымызда көмекке келер дәрілердің тізімі тұрады. Оның үстіне жарнамаларға назар сала қалсаңыз, тұмаудан қорғап алғашқы көмек көрсететін ғажайып дәрілерден бас айналады. Расымен, аурудың алғашқы сағаттарында вирусқа қарсы ондай кереметтердің көмегі болады. Бұл туралы Дүниежүзі денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне көз жүгіртсек, мұндай дәрілердің 2 санаты бар. Адаманттар және тұмаудың ингибатор нейраминдаздары. Медицина тілінен аударғанда шынымен әсер ететін дәрі-дәрмектер бар деген сөз. Егер дәрігерге жүгінсеңіз, соның бірін немесе бірнешеуін сізге жазып береді. Жарнамадағы түрлі құны қымбат дәрілерді жөн-жосықсыз ала берсеңіз, иммунитетіңіз күшеймейді, керісінше қалтаңыз жұқарады.
Сонымен қатар ыстық түсірушілерден аса сақ болыңыз. Біріншіден, қызу өлшегіш 37-де 3-ті көрсетіп тұрса асықпаңыз. 38,5-ға дейін жеткенше шыдағаныңыз жөн. Оған дейін организм қысымды көтеру арқылы вирустармен күреседі. Егер термометр одан жоғарылап бара жатса, ибупрофен немесе парацетамол қабылдаған жөн. Ал аспиринді қолдануға кеңес бермейді. Өзіне қалай көмектесуге болады? Симптомдарды оңай өткеру бәріміздің қолымыздан келеді. Сусынды көбірек ішіңіз. Ең дұрысы шөп шай мен кептірілген жемістерден жасалған компот. Бір ғана шын аяқпен шектелмей мейлінше көбірек сусын ішуге тырысыңыз. Сұйықтық қысымның түсуіне көмектесіп, мұрынның бітелуін сақтайды және тамағыңыздың ауруын жеңілдетеді. Бөлмені желдетіп тұрыңыз. Таза ауа инфекцияның жауы, әрі сіздің демалуыңыз жеңілдей түседі. Ауа ылғалдылығын сақтаңыз. Ауаның ылғалдылығының қолайлы көрсеткіші 40-60%. Мұндай температурада тамақ кеуіп, мұрнынан су кетпейді, яғни вирустардың шабылуы төмендейді. Әр күн сайын бөлмені тазалаңыз. Ылғалды тазалық дұрыс микроклимат ұстауға көмегін тигізеді. Бөлек бөлмеде ауырыңыз. Егер адамдармен сөйлесе қалсаңыз, маска тағыңыз, әйтпесе оларға да жұқтыруыңыз мүмкін. Тамаққа бөлек ыдыс-аяқ қолданыңыз. Есте сақтау керек нәрсе, тұмау көз ілеспес жылдамдықпен өршиді. 2 апталап ауруханада табаныңызды тоздырғанша, дұрысы бірнеше күн үйде емделу. Және де қосымша, демалу жолдарының бітелуін тұз қосылған сумен шайып, артынан тамыр тарылтқыш дәрілер қолданған дұрыс. Жөтелді жеңілдету үшін муколитик дәрілер қолданылады. Мысалға лазолван, амбробексал, бромгексин және тағы басқаларды. Оның қайсысын қолдану керектігі жөнінде дәрігермен ақылдасу керек. Себебі жөтелдің де, оның емінің де бірнеше түрі бар. Ал тамақтың ауруы мен асқынуына ас содасы, түймедақ қайнатпасы, фурацилин секілді препараттарды қолданған жақсы болады. Осымен достар, бүгінгі біздің видеомыз өз соңына жетті. Бұл видео сіздерге пайдалы болды деген үміттеміз. Егер де видеомыз сізге пайдалы болып ұнаған болса, видеоға лайк басып, өз ойларыңызды астына қалдырсаңыздар болады. Келесі кездескенше достар, сіздермен болған Оңай каналы.